Сәлеметсіздер ме, 7-ші сынып оқушылары? Бұл видеода 3-ші тоқсан бойынша қысқаша көбейту формуласы тақырыбындағы БЖБ жұмысы көрсетіледі. Бірінші нұсқасы ғана, екінші нұсқасы келесі видеода талқылаймыз. Бізде мынандай, яғни видеоның сол жағында қысқаша көбейту формулаларын жазып қойдым. Бұл қазір есептерде қолданылу керек, яғни балалар, оқушылар жалпы. Бұл неде тақырыпта қысқаша көбейту формуласында ең негізгісі осы формуланы жатқа білулеріңіз керек. Бұл формула жаттамай, бір формулалар жаттамай есептер шықпайды. Сондықтан міндетті түрде бұл формулаларды жаттап аласыздар. Енді бірінші есепті қарайтын болсақ, бұл таза осы формулаларды қолданып отырамыз. Яғни мына сол жағында тұрған формулалар, қазір қоршап осыны қолданып отырамыз. Бірінші есепте көпмүше түрінде көрсетіңіз, яғни с плюс д квадратын біз ашып жазуымыз керек. Яғни ол қай формула? Міне. Яғни бұл екінші формула, міне. Сол жағында көріп тұрсыздар. А плюс б-ның квадраты деп тұр, бізде бірақ а-ның орнында с, б-ның орнында д тұр деп қараймыз. Мынаның орнында с тұр, мынаның орнында д тұр. Енді мына формуланы ашатын болсақ, а-ның орнына с-ларды қойып отырамыз. Мына 2 с д дейміз, б-ның орнында мынау д квадрат, мынау с квадрат, мынау д квадрат болады. Ашатын болсақ, сонда с квадрат қосылған 2 с д қосылған д квадрат деп ашылады. Әрі қарай екіншісі, осының астына жаза берейін, m минус 5-тің кубы дейді. Бұл қай формула? Яғни мына жердегі. 1, 2, 3, 4, 5-ші формула. 5-ші формуланы қолданамыз. Енді бізде а-ның орнында, мынаның орнында m тұр, ал б-ның орнында бізде 5 деген сан тұр. Енді осы жердегі а, б дегендердің орнына біз m мен 5-ті қойып шығамыз формула бойынша. Сонда бізде m куб, ашылғандағысын қойып атыр орнына, m куб минус 3 көбейтілген m квадрат көбейтілген 5 қосылған 3 көбейтілген m көбейтілген 5-тің квадраты азайтылған 5-тің кубы деп жазамыз. Бұл есепті әрі қарай шығарамыз, яғни көптайтын сандар бар бізде, сандарды көптаймыз, квадраттаймыз, яғни бір-біріне көбейтіп ықшамдап жазамыз. Сонда m куб минус, мына жерде 3 пен 5 көбейтіледі, 15 болып m квадратты сол күйінде қалдырамыз. Мына жерде 3 пен 5-тің квадраты көбейтіледі, қосылған 5-тің квадраты ол 25, 25-ті 3-ке көбейтетін болсақ, ол 75 m болады. Азайтылған 5-тің кубы дейді. 5-тің кубы дегеніміз, яғни 125. Осылай қалады екен. Яғни біз оларды көбейтіп жазып, ықшамдап жазып алдық. Әрі қарай 2x минус y-тің квадраты тең болады. Бұл үшінші формула екен, яғни а-ның орнында бізде 2x болады, б-ның орнында y тұр деген сөз. Енді формула бойынша ашамыз. А квадрат дейді, яғни а-ның орнында бізде 2x тұрғасын, 2x-ті 1-ге квадраттаймыз жақшаның ішіне алып. 2x квадрат азайтылған 2 көбейтілген 2x, жақшаға неге алдым, 2x болады мынау, көбейтілген y қосылған y квадрат болады. 2x-тің квадраты ол 2-ні де квадраттаймыз, x-ті де квадраттаймыз, ол 4x квадрат болады. Минус 4xy қосылған y квадрат болады. Сонымен бірінші есептің асы бітті. Асы бізде енді әсін талқылаймыз. X минус y-тің квадраты дейді. Бұл бізде үшінші формула тағы да. Бізде енді а-ның орнында x, b-ның орнында y тұр. Яғни x квадрат минус 2xy плюс y квадрат деп жаздық. Болды. Бұл жерде сан болмағасын, осы күйінде айнымалылардың түрінде қала береді. Әрі қарай айнымалардың көбейтіндісі дәрежесі түрінде қала береді. Енді b қосылған 2-ның квадраты, кубы екен, кешірерсіздер. b плюс 2-ның кубы. Бұл бізде қай формула? Мына 4-ші формула. Яғни а плюс б-ның кубының формуласы, соны қолданамыз. А-ның орнында бірақ бізде b тұр, b-ның орнында 2 деген сан тұр.
b куб қосылған 3b квадрат көбейтілген 2 қосылған 3 көбейтілген b дейміз де көбейтілген 2-нің квадраты болады енді. Қосылған 2-нің кубы тең болады. Енді мына көбейтетін сандарды көбейтіп жазып қоямыз. Мысалы, b куб 3 пен 2-ні көбейтсек 6 b квадрат қалады қасында. Мына жерде 3-ті 4-ке көбейтеміз. 2-нің квадраты 4. Сондықтан 12b болады. Қосылған 2-нің кубы дегеніміз ол 8. Осы күйінде қалдырамыз. Әрі қарай үшіншісі 5 қосылған m-нің квадраты. Бұл бізде екінші формула. Бізде a-ның орнында енді 5 тұр, b-нің орнында мына жерде m тұр. Бұл қалай орнықтеледі? Яғни 5-нің квадраты қосылған 2 көбейтілген 5 көбейтілген m қосылған m-нің квадраты. Енді мына дәрежелерді, көбейткіштерді көбейтіп жазамыз. 5-нің квадраты 25 қосылған 2 5-ім 10, 10m қосылған m квадрат. Яғни формуланы жаттасаңыздар, орындарына қойып, көбейтетін сандар болса көбейтіп, дәрежелеп, ықшамдап жазуымыз керек. Сонымен бірінші есепті болдық, әрі қарай келесі екінші есепті талқылайық. Келесі екінші есеп өрнекті ықшамдап мәнін табыңдар дейді. Екінші есеп. Асы. А минус 1 келесі жақшада а квадрат плюс а плюс 1 азайтылған а квадрат жақшаның ішінде а минус 8. Мұндағы а тең 9-дан 2 дегенді ұмытпаймыз. Оны бірінші ықшамдап алғаннан соң а-ның мәніне осы сан мәнін қоярмыз. Айнымалының. Так, мына екеуін көбейту дегеніміз бірінші анықтап алайық, қай формулаға келіп тұр. Яғни ол соңғы формула тұр ғой, соған келісіп тұр. Яғни а-ның орнында а болып тұр да, осы формула бойынша айтатын болсақ. Ал b-ның орнында бізде 1 тұр екен. Яғни мына жерде b-ның орнында 1-лер тұр екен. Оны 1 болып тұр екен. А деген сол күйінде қалып тұр. Яғни оны біз осы формула қолданатын болсақ, мына оң жағында а куб минус b куб түрінде жаза аламыз. Яғни а куб минус 1-дің кубы да. Яғни мынаның толығы өзін сөйтіп жазып алдық, а куб минус 1 куб деп. Енді мына келесі көбейткіште мына үлестіремдік қасиетін қолданамыз да, а квадратты біз жақшаның ішіндегі екеуіне де көбейтеміз. Екі мүшеге де көбейтеміз. Яғни минус а куб болады. Мына таңбасын ескеріп отырамыз, а квадраттың алдында таңбасын. Минус а квадратты аға көбейткенде минус а куб болады. Минус а квадратты минус 8-ге көбейткенде ол плюс 8 а квадрат болады. Бұл жерде не байқауға болады? А куб пен а куб жойылады. Сонда бізде қалатыны 1-дің кубы деп тұрғанымыз ол 1. Мына жерде орнын ауыстырып жазуға болады. Мысалы, бірінші 10 санды 8а квадрат, сосын минус 1 деп. Яғни қосылғыштарын орнын ауыстырғанмен қосының мәнін өзгермейді деген қасиет бойынша орындарын ауыстыруға болады. Енді а-ның мәніне 9-дан 2-ні қоямыз. Яғни 8 көбейтілген 9-дан 2-нің квадратынан азайтамыз 1-ді. Тең болады. 8 көбейтілген 9-ның квадраты ол 81, 2-нің квадраты ол 4. Содан 1-ді азайтамыз. Енді біз білеміз, натурал санды жай бөлшекке көбейтетін болсақ, ол натурал сан алымына көбейтіледі, бөлшектің. Сонда 81 бөлімінде қала береді, 8 бен мына 4-ті көбейтеміз. Ол 32. Содан 1-ді азайтамыз. Енді ортақ бөлімге келтіретін болсақ, ортақ бөлімі 81, бөлімінде 81 қала береді, алымында 32 азайтылған 81 болады. Бұл жерде енді 32-ден 81-ді азайтатын болсақ, ол 49 шығады, минус 49. Яғни бізде модуль үлкен сан ол 81, 81-дің алдында тұрған таңба ол минус, сондықтан минус 49 шығады. Соның жауабы 81-ден, минус 81-ден 49 шығады екен. Жақсы, енді әрі қарай ә есебін талдайық. Ә есебінде b қосылған 2, бірінші жақшада, екінші жақшада b квадрат минус 2b плюс 4. Азайтылған b көбейтілген b квадрат жақшаның ішінде минус 1.
Мұндағы b-ның мәні берілген, қазір оны қоямыз. Мына b-ның мәнін орнына қоюды ұмытпайық. Енді мына жерде тағы да қарайық, қай формулаға келіп тұр. Соны бірінші анықтап алуымыз керек. b қосылған 2 бірінші жақшада тұр. Сосын екінші жақшада b квадрат минус 2b плюс 4 дейді. Яғни ол бізде мына соңғысының алдында тұрған формула екен. Яғни a куб плюс b кубтың формуласы. a-ның орнында бізде b тұр, b-ның орнында 2 тұр. Яғни b куб плюс 2-ның кубы деген сөз. Ары қарай мына b-ны жақшаның ішіндегі әрбіреуіне көбейтіп жазамыз. Яғни минус b куб плюс b деп жазып алдық. Енді мына жерде b куб пен b куб жойылатын көрініп тұр. Сонда 2-ның кубы ол 8, 8 қосылған b деп шығып тұр. Енді осы b-ның орнына минус 3-тен 2-ні қоямыз. Так. Бұл жерде 8 азайтылған 3-тен 2 болып шығады екен. Ортақ бөлімге келтіреміз, немесе 8-ді аралас сан түрінде жазатын болсақ, 7,3-тен 3 деп алып, одан 3-тен 2-ні азайтамыз. Сонда бізде шығады екен 7,3-тен 1. Жақсы, ары қарай үшінші есепті талқылайық. Үшінші есепте өрнекті ықшамдап теңдеуді шешіңдер дейді. Так, а есебі. Номер үшінші есептің а есебі. X квадрат минус 16 тен 0-ге дейді. Бұл қай формула келіп тұр? X квадрат минус a квадрат. X квадрат минус a квадраттың формуласы. Яғни ең бірінші формула келіп тұр, я? Бізде мына түрде беріп тұр. A-ның орнында бізде x квадрат тұр. X тұр деген сөз, ал b-ның орнында бізде 4-тің квадраты тұр деген сөз. Мына жерге жазайын. Яғни x-тің квадраты азайтылған 16 дегеніміз ол 4-тің квадраты. Тен 0-ге. Яғни ол бірінші формула болғанда ол екі жақшаның көбейтіндісі түрінде жазылады екен. Яғни x азайтылған 4, келесі жақшада x қосылған 4 болып жіктеледі. Тен 0-ге. Енді екі жақшаны көбейткенде ол 0-ге тең болып тұрса, онда әрбір көбейткішті 0-ге теңеп аламыз, е? X минус 4 тен 0-ге деген сөз. X плюс 4 тен 0-ге деген сөз. Енді әрбіреуін жеке қарастыратын болсақ, бұл жерде x-іміз 4-ге тең, яғни мына минус 4-ті теңдіктің оң жағына шығарғанда ол плюс 4 болып барады, ал мына жерде x тен минус 4 болады. Әрі қарай ә есебін талқылайық. Минус 4x квадрат плюс 64 тен 0-ге. Алдымен мына қосылғыштарды орындарына ауыстырып жазайық. Бірінші 64-тің таңбасы 10 болғасын бірінші жазып, 64 азайтылған 4x квадрат деп жазып алайық. Тен 0-ге. 64 дегеніміз ол 8-дің квадраты, ал 4x квадрат дегеніміз ол 2x-тің квадраты. Тен 0-ге. Бұл бізде тағы да жаңағы бірінші формула. Екі жақшаның көбейтіндісі түрінде жіктеп жазатын болсақ, ол 8 азайтылған 2x болады, және 8 қосылған 2x болады. Тен 0-ге. Тағы да әрбіреуін 0-ге теңестіріп алып жазамыз. 8 азайтылған 2x-іміз 0-ге тең деп. Екінші жағдайда 8 қосылған 2x-іміз 0-ге тең деп қарастырамыз. Бұдан минус 2x тең болады 8-ді оң жаққа шығаратын болсақ, теңдіктің ол минус 8 болып барады. Осыдан 2x тең болады минус 8-ді бөлеміз минус 2-ге. Бұдан x тең болады 4-ге де. Астына жазып x тен 4-ге деп. Енді келесі екіншісін қарастыратын болсақ, мұнда 2x тең болады 8-ді теңдіктің оң жағына шығарсақ, ол минус 8 болып барады. Енді x тең болады, осы минус 8-ді біз 2-ге бөлеміз. Сонда x-іміз минус 4-ге тең болып тұр екен. Әрі қарай. Соңғы 3-тің b-сы қалып тұр. Үшінші есептің b нұсқасы қалып тұр. b 4x квадрат тен 1-ге. Бұл жерде 1 деген санды теңдіктің сол жағына көшіріп аламыз. Минус 1 тен 0 деп. Яғни 4x квадрат дегеніміз ол 2x-тің квадраты, ал 1 дегеніміз ол 1-дің өзінің квадраты болып қала береді. Бұл да жаңағы бірінші формула. Яғни бізде мына түрде беріліп тұр. Біз оны мына екі көбейткіш түрінде жазуымыз керек. Екі жақшаның көбейтіндісі түрінде. 2x азайтылған 1 болады. Бірінші жақшада немесе плюс 1 бәрі.
екінші шықшада 2х плюс 1 болады. Тең 0-ге. Енді тағы да жаңағындай бөлек-бөлек 2х минус 1-ді тең 0 деп бөлек қарастырамыз. Екіншісінде 2х плюс 1 тең 0 деп жазыламыз. Бұл жерде 2х дегеніміз минус 1-ді оң жаққа шығарса бұл плюс 1 болып барады. Осыдан х тең болады 1 бөлінген 2, 2-ден 1 немесе 0,15 деп те жазуға болады. Ал бұл жерде 2х тең 1 оң жаққа, плюс 1 оң жаққа шыққанда минус 1 болып барады. Одан х тең минус 1-ді бөлеміз 2-ге, х тең немесе жалғастыратын болсақ минус 0,15 деп те жазуға болады. Назарларыңызға рахмет, балалар. Осындай видеолар көбірек шықсын десеңіз, әрдайым қолдап, лайк басып, достарыңызға жіберіп отырыңыздар. Алдағы уақытта да бұндай видеолар жиі шығаруға тырысамын. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.